Жойрағымның сағасына ақ шаңқан үйлермен қона қалған бұл аядай ауыл Сенек деп аталады. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Алтын қазықтың бүгінгі саны құнда өскен сенектіктерге арналмақ. Ендеше балаң шақты еске алып, ауылға бірге барайық. Сенек сөзі кіреберіс, ауыз үй деген мағынаны білдіреді. Бұл атаудың себебі де жоқ емес. Ауылдың бір жағы тау, бір жағы құм, ал Сенек екі ортадағы кіреберіске қатты ұқсайды. Ауыл Жаңаөзен қаласынан 55 шақырым қашықтықта орналасқан. Аумағы 47 мың гектар. Халық саны 2070 адам. 300-ден астам түтін бар. Бұл маңға 250-300 жылдай бұрын ел қона бастаған. Басқа ауылдардан басты байлығы мұнара құммен ерекшеленеді. Басты күн өлтісі 4 түлік ұстап, тірлік туын көтерген ауыл. Міне, қадірлі көрермендер, біз қазір Сенек ауылының тарихымен біте қайнасқан, сабақтасқан Амандық ата мешітіндеміз. Бұл республикалық маңызы бар тарихи мәдени ескерткіш болып табылады. Мұнда тұрғын үй, яғни жатын бөлме және Аллаға құлшылық жасау үшін арнайы мешіт және медресе бар. Ендеше бірге тамашалайық. Біз ауыл тынысымен танысуды алдымен тарихи мешіттен бастадық. Мешіт кезінде малы көп байлардың қолдауымен салынып, сол ауқатты кісілердің балалары білім алған деседі. Атадан балаға мұра болған ақ мешіт 1927 жылға дейін халыққа қызмет көрсетіп, сол кездегі қазақ балаларының сауатын ашқан. Бұл мешіттің өзінде қазір 200 жыл болды ашылғанына. Содан бері қарай бұл уақыттарда шалдардың басы бар. Адай халқы шалдар ағайындар жиналғасын, кішкене дұрыс қоныстанғасын, шаруашылық мерекелі болғасын, аллардың алдын медресеге, Меккеге оқуға жіберген. Оны бастап білген жаңғабыл дейтін кісі. Сол екі шардамен барып оқып біліп, өзі келгесін мына мешітті қалап, ана медресеге қалатып, өзі соқ берген. Өзі келгесін жаңағы туған жаққа тағы балдар жіберген. Балдар жібергесін, оның ішінде жаңа Амандық дейтін баласы, Амантай дейтін баласы, басқа да біздің көп ағайындар. Солар оқып келіп, Амандық оқып келгесін, осы мешітті Амандыққа тапсырған. Жаңағы мен қалған жерін сен тарап. Біз енді басқа жұмыспен айналысайық деп. Бұл мешітті кімдер оқыған жоқ. Мұның ішінде Күржімалы қашағында оқыды. Оның ішінде Шаршауыл Мұрымда оқыды. Оның ішінде Құдашылы Мағзамда оқыды. Құдашының өзі де оқыды. Кейжанов Жылқыбай дейтін ағамыз болды, ода оқыды. Оларды мен көрнексіз айтып отырмын. Халыққа көрнекті болып, нағыз көрініп отқан жаңағы Нұрым менен Қашаған. Оны бүкіл халық біледі, бүкіл Қазақстан біледі. Бұл енді мешіттің мақсаты халыққа, жастарды өсіп кеткенін сауаттандыру, халыққа білім үйрету. Сол алған білімдерін оларды халыққа тарату. Мына жерге осы ана жылы көшіп келді, Неменбаев Түзелбай дейтін шал келді. Осында 2 жыл оқыдым дейді. 2 жыл оқығасынан кейін 27-ші жылы жаңағы Амандық дейтін ұстазым шақырып алып, ал енді шырақтарымның алған білімдерімді аздық етпес. Осыған ырза болдым. Әптеге Құран шыққан екен. Бізге де таянды жан-жақтағы естуіміз бойынша кей жердегі мешіттердің бәрін жауып жатыр. Оларда уақытқа біз ұқсаған адамдар молдалары да әрі қолдап жатқан көрінеді. Тіпті соттап алып кеткенде естіп жатырмыз. Сол бізге де бақыт таянған жері сендерді мұсылмет жағайын деп шақыртып отырмын. Алла разы болсын, Алла білімдеріңе игілігіңе жарасын деп жеребейтін сөз жапты дейді.
Медресе мақсаттары мен мазмұны және оқыту әдісі, ислами ілімдер мен бағыттар тарихы, Құран кәрімнің тарихы, астрономия, шығыс әдебиеттері, трактаттар оқытылған. Мұнда білім беру дәстүрінің маңызы зор болды. Кезінде мешітті саман кірпішпен қалаған, халық басынан ауған түрлі заманда бұл маңызды тұраққа айналды. Кейбір жылдары тұрмыстық үй, одан қалса пошта орталығы, ал соғыс жылдарында қоймада болған. Бүгінде көріп тұрғаныңыздай, тірілер мұнда ата бабасының басына келіп, Құран шығарып, ас береді. Күмбездеп жабылған мешіт, медресе және шәкірт ұстаз тұратын бұл жер қазір мемлекеттік қорғауда. Медресе қараған шәкірттер құраған шәкірт Қымбатты көрермендер, біз қазір 200 жылдан астам тарихы бар медреседеміз. Бұл медресеге бақанда 2 ғасыр өткен. Бұл 2 ғасырдың ішінде мына жерден атақты бейшүйрік болған Қашаған Күржіманұлы Нұрым Шошоғулар дәріс алған. Бұл дәрісті елге паш етіп, яғни шариғаттың шындығын, насихат сөздердің барлығын, Құран аяттарының барлығын осы жерден жаттаған екен. Бұл Сенег ауылының тарихы. Ал бұйра құмба орын алған мына күмбездер Маңғыстау сәулет өнерінің озық ескерткіштерінің санатында. Әруақты жандарды арулап жерлеген бұл 6 қасиетті орын ат шаптырым жерден көзге түседі. Бабалар басына Құран оқып, мешіт іргесіндегі жартылай құмға көмілген күмбез тамдарға тоқталдық. Кезінде мықты құрылыс саналғанмен, бүгінде құмға көміліп жатқан күмбез тамдарды көргенде бір ойланып, бір толғанасың. Ал 7 жасар баланың мына тамын салу үшін 30 түйемен тас тасыған екен. Қазір кім жоқ қой шын? Бұл құм астында қалған күмбез там 1902 жылы осында салына бастаған екен. Яғни осыдан 115 жыл бұрын. Заманында орыс патшалығынан архитекторлар келіп, осы құрылыстан бір мін таба алмай, бұл күмбез тамды 500 рубльге бағалаған екен. Бұл тамның шебері Есентемір Дүтбай болса керек. Сенег асып, біресе құм, біресе ойды қия кесіп, бетпақ даламен одан әрі жол тарттық. Алдымен Бесоқта аталатын ескі атақоныс, содан соң Таңбалтасқа жеттік. Таңбалтас ауылдан 19 шақырым қашықтықта, биік төбенің іргесінде орналасқан. Мұндағы тас өте жұмсақ болғандықтан жазуға сондай қолайлы. Көне дәуірден келе жатқан Таңбалтас та ғасырлар бойы Маңғыстау өлкесін қоныстанған тайпалардың таңбалары және дала өрнектері, қошқар мүйіз, түйе табан, қазіргі Маңғыстау белгісі, адамның бейнесі, тағы да басқа таңбалар көптеп кездеседі. Бұл енді біз келіп отырған Таңбалтастың үлкен тарихы бар. Біз енді осы жерге көптен тұрамыз. Бала күнімізден осы арада өстік. Оның бер жағында да бірге осы бірнеше 40-50 жыл болды осы арамен айналысып жұмыс жасап жүргенімізге.
менің анық білетінім бір нәрсем, осы араға осы Таңбалтасты көремін деп әдейілеп арнап Әбіш Кекілбаев ағамыз келді. Келіп, осыны аралап, сонда ол кісі көптеген осы Таңбалтас туралы тарихи әңгімелер айтты. Менің соның есімде қалғаны, мына Таңбалтастың өзінің орналастырып қойының өзінің мәні бар деді. Неге дегенімізде көріп ма деді. Осы айналаға бірде-бір ауыл, не қыстау болмаған деді. Жайлауға келіп отырмаған деді. Осы араны арнайы әдейі таза ұстаған деді. Мал да көп берге келмейді. Сосын мына тастың өзі қойылып, таңбалар бар әртүрлі. Анау адамдарды өнемей жинауға мүмкіндік болмайды. 1 жылда жиналама, 2 жылда жиналама. Ошым анда-санда жиналып тұратын болған дейді. Сонда келіп, мынау Таңбалтастың ара-араған анау бауырда тұрақты ақ киіздер жайлады дейді. Сол киіздердің үстінде шақырылған қонақ адамдар әр ұрудан, әр ауылдан көптеген адамдар келіп осы араға отырады дейді. Мынарада бұлай енді сол уақытта өздерінің оқысының айту бойынша болыстар болады деді, жаңағы аға не болады деді старшын. Сондай кілең нелер болып, сосын елдің көптеген көбінде билер болады деді. Осылар осы жерде 2 күн, 1 күн әңгіме өткізіп, халықтың болашақтағы нелерін көбін талқылайтын еді дейді. Бұның мінерге белгіленіп жүрген себебі дейді. Себебі Маңғыстаудың ойындағы ең үлкен тұщы су Бесоқты дейді. Бұл еш уақытта сарқылмайды, өте тұщы және алуы оңай. Бұлай айтқанда 1,5–2 метр судың тереңдігі. Сосын мына айналаның барлығы кілең ел отырған, қыстау, жазғы тұр уақытта, күзгі тұр уақытта берлерде ел көп бады деді, өте. Себебі жылы жер, құмның іші, жан-жағының бәрі тау, сала, сайсала, жазда үстіртке шығып кетеді, қырдың үстіне. Бірақ күзде түсе осында келеді, қыста осында келеді, мал толдетіп, содан кейін шығады дейді. Біз көрген уақытта мұнда жылқының несі барады. Қазір Маңғыстау деген ана жылқының суреті қойылды ғой, сол берге осы таста болды. Қазірде орны бар жасап, бірақ кетуге қалды. Сосын әр рудың нелері тұратын еді. Мысалы, Жаманадайдікі, болмаса жаңағы Қосай атаның белгілері дейді, болмаса жаңағы басқа, солардың да көптеген белгілері бар еді. Ал Адай таңба дейтін ол үлкен қылып басылған қақ ортасында тұратын еді. Бері келгенше біздер де көрдік оны. Мен оны анық айта аламын. Себебі Сенек ауылының тарихы мен Таңбалтастың тарихы бір деп айтуға болады. Оның ешқандай қателік жоқ. Таңбалтас болмаса Маңғыстауда бірақ Таңбалтас. Ол Сенек ауылының. Мұндай қалың жазулар мен таңбалардың тұрған жерін маңғыстаулықтар әуелден Таңбалтас деп атайды. Жартасқа түсірілген таңбалардың ең көнесі шамамен 16 ғасырдан басталады да 19 ғасырға дейін жалғасады. Таңбалтастың зор ақиқатқа ие болу себебі бұл жерде ұлы мереке жасап, ұран шақырып, ел болып бас біріктірген. Сондықтан ауыл ақсақалдар бұл мұраны тарихтың зор куәлігі деп атап кеткен. Сенек ауылындағы Қашаған Күржіманұлы атындағы орта мектептің 80 жылдық тарихы бар. Алғашқыда 4 сыныптық мектептен бастаған мемлекеттік мекеме, кейін 8-10 жылдық, ал тәуелсіздік алғаннан кейін 11 жылдық мектеп болып қалыптасты. Жыл сайын білім ұясынан сан шәкірт түлеп ұшып, туған елдің түкпір-түкпіріне білім алуға аттанады. Жоғарғы оқу орнын тамамдап, туған ауылдың өрлеуіне үлес қосып жүргендер де қаншама. Қашаған Күржім атындағы орта мектеп, мемлекет мекемесі
Жалпы негізгі алғаш кездегі Сенек орта мектебі болып аталған мектебіміздің тарихында 1991 жылдан бастап мектебімізге Қашаған атамыздың есімі берілді. Жалпы мектептің 80 жылдық тарихы бар. Қарағай ауданына қарасты ең шалғайдағы Сенек ауылында орналасқан мектеп 91 жылдан бастап Қашаған есімі берілді. Мектебіміздің негізі қазіргі бүгінгі таңда 450-500 қазір оқушы білім алуда. 2 ауысымда оқимыз. 60 мұғалім бар қазір білім сабақ беретін. Мұғалімдеріміз осы жаңартылған білімге байланысты толықтай өзінің білімін жетілдіріп, қазір осы бүгінгі таңда кешегі 1 қыркүйектен бастап сабақтарын бастап кетті. Мектебімізде енді 2010 жылы алтын белгі иегері шықты. Сырым Райымбек деген мектебіміздің оқушысы алтын белгіге ие болып, Астана қаласындағы заңгер мамандығы бойынша оқуын бітіріп, қазір осы Жаңаөзен қаласында жұмыс істеп жатыр. 2012 жылы алтын белгі иеленген Жақсыбаева Ағылпа түлегіміз бұда алтын белгі иеленіп, Астана қаласынан өзінің жоғары оқуын бітіріп, қазір маман болып жұмыс істеп жатыр қазір. Негізгі жалпы мектебімізде осы аудандық, облыс, республика көлемінде сайыстарға үнемі қатысып тұрамыз, жақсы жетістікке жетіп отырмыз. Мектебіміздің жанында орналасқан мектеп жанындағы интернат бар. Бұнда яғни қазір 25 тәрбиеленуші тәрбиеленуде. Бұлардың яғни өзінің арнайы мекен несі бар, ғимаратта тәрбиеленушілер. Мектебімізден жылдан жылға көркейіп, өздерінің осы шәкірт тәрбиесінде жоғары жетістікке жетіп, жақсы жұмыс істеуге, еңбектенуге жұмыстамыз. Орта мектеп жанындағы интернатта 25 бала тәрбиеленуде. Арнайы ғимаратта әр кезеңде ауыл маңында орналасқан қожалықтардың балалары келіп білім алған. Оқушылар үшін оқу орындары, асхана, ойын алаңы толық қарастырылған. Қош келдің. Мектебіміздің өлкетану мұражайы. Өлкетану мұражайын 2002 жылы Сенек мектебінің мұғалімі, осы ауылдың түлегі, өлкетанушы Сейсен Димовой дейтін кісінің басшылығымен ашылды. 125-ші бұйрығымен шеттен бастап таныстырайық. Мына жерде тұрған мектеп тарихына қатынасты деректер. Бұл жерде аса бөліп алып қарастырғанда 1963 жыл мен 89 жылдардың аралығында мектеп директорының үздіксіз қызмет атқарған Әбіш Сырымға ерекше тоқталғым келіп тұр. Бұл кезде мектеп Қаржаубаев Қамысбай дейтін ағамыздың басшылығымен 10 жылдыққа айналды. 1969-70 оқу жылында алғашқы 17 түлегін осы мектептерін түлетіп ұшырды. Олардың ішінде ауылдық советтің төрайымы болған Шалқарбаева Болдыхан, Қарағай ауданы әкімінің орынбасары Өткілбаев Исамадин, тағы да басқа ағаларымыз осы кезеңде мектеп бітірген болып есептелінеді. Сонымен бірге қазіргі таңдағы ауыл әкімі Бауыржан Еркеғұловтың кезінде қол жеткізген жетістіктеріміз Ерәлі аудандық атқару советінің шешімімен Сенек орта мектебіне 90 жыл 15 қарашада Қашаған Күржімалының аты берілді. Одан бөлек мына алдарыңызда көріп тұрған Маңғыстау жерінде кездесетін тас үлгілері мен диірмен тас үлгілері жоғарыда көрсетіліп тұрған 1926 жылы ақпандағы Қазақ орталық атқару комитетінің әртүрлі қаулылары мен шешімдері. Бұдан бөлек мына жерде көріп тұрғаныңыз Тоғызқұмалақтың тақтатасы біз көрген жерде 2-3 жерде сақталған. Соның бір үлгісі Бекетті жерасты мешітінің ғимаратының артында орналасқан Тынымбай шоқтауында және мына көз алдарыңызда көріп тұрған Бесоқты жерінен табылған жаңағы Тоғызқұмалақ тақтатасы болып табылады. Қазіргі таңда жаңа ескі үлгілерін көрсеткенде үйірмеде осыны пайдаланамыз. Мына тұрған стенд Маңғыстау әмбиелердің белгілісі Шопан атаның 700 жылдығына. Одан бөлек арғы тұрған стендіміз Ақкетіктегі жаңағы Көк школдың 160 Форт Шевченконың 160 жылдығына Кетік мектебінден шыққан ұрпақтарға арналған. Бұлардың ішінде Сенек ауылына қатынасы бар. Нұрсұлтан Оңғалбаевты, Хамидолла Ақтановтың, осы кісінің Томалақ Бозжігіттің ұрпақтары күні бүгінге Сенекте тұрады. Жаңағы зұлмат жылдарды еске алған уақытта осы кісілердің ұрпақтарымен кездесеміз. Мынау оқу білім ағарту саласына кеңестік үлгілердегі заттар қойылған. Олардың ішінде біз қазіргі таңда үлкен мәселе болып көтеріліп жатқан латын алфавиті мына Сенек мектебінде ұзақ жыл жұмыс жасаған Жаманқұл Мұсанның еңбек кітапшасында алғашқы латын алфавиттерімен көрсетілген жұмыс жасаған уақыттары. Бұдан бөлек мектебімізде берілген жаңағы әртүрлі белгілі Сенек ауылында қоғам қайраткерлері бар, көше аттары берілген. Солардың ішінде Темірхан, Әбдіқалық, Нетбаев, Жылқышы, тағы да басқа адамдардың өмір баяндарымен осы жерден әкеліп таныстырамыз.
Енді былай қарай айнала берсек, Қазақ орталық атқару комитетінің төрағасы болған Жалау Мыңбаев дейтін кісінің туған күніне орай шығарылған жаңағы өлкетанушы Сейсен Демеубайдың өзінің қолымен жасаған буклеті. Енді ол кісінің жалында өткен жас ғұмыр дейтін кітабы баспадан шықты. Мына жерде Ұлы Отан соғысының 65 жылдығына жасалған буклеттер бар. Енді бұл сыртта жаңа өзіңіз көріп кеттіңіздер. Сенек ауылы бойынша жалпы 51 адам соғыстан келмей қалған, ал керісінше соғыстан оралған 60-тай Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің тізімі, қай жерде соғысты, қай уақытта, қай жерлерде болды дейтін мәселелер, сосын тыл ардагерлерінің жесірлері, көзі тірі қазірге қалған жаңа Ұлы Отан соғысының тыл ардагерімен теңестірілген Борғыл колхозының сол уақытта төрайымы қызмет атқарған Бекдосова Дәмет тағы да басқа адамдардың өмірбаянымен танысамыз. Сонымен қоса Маңғыстау мақтаныштарының, ақын жырауларының суреттері қойылған. Мына жерде ұсталық құрал саймандар, тағы да басқа қажетті заттар. Мына жердегі буклеттерімізде жаңа айтылған Әбішев сырымға орын беріле отырып, жаңағы аңшылықты дәріптеуге, табиғатты сүюге негізделген жаңағы ұсталардың тағы да басқа заттардың жұмыстары қойылған. Мүйіз 1969 жылы Алпыс Шұқыр колхозынан, Ералиев колхозынан біз Сенек ауылы бөлініп, жеке өз алдына дербес болып шыққан кезде осы мүйізді Ақшұқыр колхозына, Ералиев совхозынан келген Өтебаев дейтін Көшен дейтін кісі Тынымбай Шоқының қасынан көрген. Сол жерден алдыртып, әкеліп, арнайы жасақтап, іште қызметкерлермен қойдыртып, мына жерде Сенек мәдениетіне тән құрылғылар сақталған. Бұлардың ішінде тостаған, құмыраның бейнелері, тағы да басқа көптеген заттар бар. Бұл негізінен кезінде осында тұрғылықты халық пайдаланған ғой. Тұрғылықты халық пайдаланып, өзінің қажетті жабдықтар ретінде пайдаланған. Сонымен қоса мына жерде Маңғыстау жерінде кездесетін бірнеше тас үлгілері бар. Бұның ішінде таушықтың көмірінің үлгілерінің ішіне сақталған. Сонымен қоса енді бірнеше буклеттеріміз бар. Мектеп тарихы осы жерден толық қарастырылады. Мына жерде мектеп оқушыларына арналған әртүрлі әдістемелік қосымша көркем әдебиет оқулықтар бар. Яғни ауылдан шыққан белгілі тұлғалардың оқулықтары, кітаптар жазған осы жерде сақталған. Сенектегі Шұғыла балабақшасы 2009 жылы ашылды. Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорында қазір 7 педагог жұмыс жасайды. Оның 4-і тәрбиеші. Біздің Шұғыла балабақшамыз Сенек елді мекенінде орналасқан. Бұның ішінде 3 жас пен 5 жасқа дейінгі балалар тәрбиеленеді. Балапан бағдарламасының зерек бала бағыты бойынша балаларымыздың барлығы да өнерлі, тәртіпті, тәрбиелі, көптеген аудандық, облыстық, республикалық сайыстарға қатысып, бізде жүлделі орындарға ие болып, бүгінгі таңда республикамыз бойынша балабақшаның ішіндегі біз ортаңғы жерінен өзіміз көріне аламыз. Бүгінгі күнде енді елбасымыздың қолдауы бойынша рухани жаңғыруға да байланысты біздің ішімізде осы көптеген қазір отандық тәрбиеге байланысты тақырыптар қозғалып жатыр. Сол тақырыптар негізінде де біздің осы ең негізгі басты мақсатымыз ауылдық жер болғаннан кейін балаларға өзіміздің рухани негізгі арғы түп қазығы байлығымыз, ата бабамыздың салт дәстүріміздің ескірмеуін сол балалардың есінде сақталып қабілетті болып қалу үшін өзіміздің ішімізге қазақ бұрыштарында ұйымдастырып қойдық. Осы мақсатта біз аудан бойынша бір емес 3 рет аудандық семинар практикум өзіміздің тәжірибемізді алмастырып семинар бердік. Онда бүткіл педагогтардың барлығы тәжірибе алмасып өте жақсы деген бағамен бағаланды. Бұл балабақшамызда негізінен 2 топ жұмыс жасайды. Біреуі екінші сәбилер тобы, 3 жас пенен 4 жастың аралығындағы, екіншісі ортаңғы топ, 4 жас пен 5 жастың аралығында. Педагог қызметкерлеріміз, 7 педагог қызметкеріміз бар. Оның ішінде 4-еуі тәрбиеші, біреуі балабақша директоры, және әнса жетекшісі, сосын дене жаттықтырушысы, әдіскер осындай мамандарымыз бар. Барлығы да жоғары білімді, санаттарын игерген деп енді айта аламын. Қанша бала тәрбиелеп отырсыз? 50 бала тәрбиелеп отырмыз, 2 топта 25-25-тен.
Сенек дәрігерлік амбулаториясы 2010 жылы Сенек дәрігерлік амбулаториясы болып құрылды. Бұған дейін Сенек ауылдық учаскелік аурухана болып келген. Ауыл тұрғындарының денсаулығына жауапты мекеме Сенек, Құланды, Бостан елді мекендерін қамтиды. Сындарлы жылдарда халық денсаулығына жауапты болған Жақауов Еркебаев, Аблаев Ғаділбек және Құрманалиева Зере сынды ақ қалатты абзал жандардың есімін ауыл азаматтары ешқашан ұмытпайды. Сенек дәрігерлік амбулаториясы осы 2010 жылдан бері Сенек дәрігерлік амбулаториясы болып құрылды. Бұған дейін бұл Сенек дәрігерлік амбулаториясы Сенек ауылдық учаскелік аурухана болып есептелінді. Бұл жерге қарасты 3 совхоз, Бостан, Құланды, Сенек елді мекендерінің адамдары осы жерде емделіп ауруханаға жатқызылған. Мен өзімде жұмыс жолым 94 жылы осы мекемеге жұмысқа кірдім. Сол жылдардан бері қарай осы жерде жұмыс жасап келеміз. Бұл Сенек дәрігерлік амбулаториясында бір аға дәрігер, 8 медбике жұмыс жасайды. Сол 8 медбикенің 4-еуі жалпы тәжірибелі медбике қызметін атқарады. Бұл жерде енді осы ауылға алғашқы дәрігерлік көмек ретінде ауылға көмек көрсетіледі. Бізге жақын елді мекендер осы бізге қарасы 3-4 елді мекенінде 25 мал ауыл тіркелген. Біздің есебімізге сол ауылдарға алғашқы көмегін көрсетеміз және алдын балаларды, үлкен ересектерді алдын ала егумен қамтамасыз етіп отырмыз. Осы енді қорыта келгенде осы Сенек дәрігерлік амбулаториясы осы жерде енді бір елеулі мекеменің бірі, ол енді өзінің қызметін әрі де жалғастырады. Енді халыққа қызмет ете береміз деп ойлаймын. Сенек мәдениет үйінің мамандары түрлі мерекемен жиында. Ауылдың алтауызынан бастап кейінгі заманауи әндермен қанат қағып, сармайдай сақталған дәстүрлі ән термен тереңнен теріп, құлшардай күй құдіретін ұқтырып келеді. 200 адамға арналған сахнада орда таланттары өз өнерлерін халыққа ұсына бермек. Жалпы Сенек ауылының мәдениет үйі 67-68 жылдардан бері жұмыс жасап келеді. Жаңа ғимаратқа 2008 жылы көшірілді. Қазіргі таңдағы Сенек ауылдық мәдениет үйінде 13 қызметкер жұмыс жасайды. Олардың 7-еуі мәдени шығармашылық қызметкер, қалғандары кіші қызметкерлер. Мәдениет үйінде 10 клубтық құрылым жұмыс жасайды. Олардың 4-еуі ұжым, 6-ы үйірме. Ұжымдар атап айтарлық болсақ, Атамекен әнби ансамблі, халықтық атағы бар, әжелер ансамблі, әзіл-сықақ ұжымы, Айнұры би ұжымы. Үйірмелер домбыра, қолөнер, ән, тағысын сол сияқты 9 малақ, жас жеткіншектерге кәсіп көзін ашып отқан осындай үйірмелеріміз жұмыс жасайды. Бізде енді мәдениет үйінде өнерпаздарымыз, қызметкерлеріміз түрлі облыстық, аудандық мәдени шараларға атсалысып жүр. Бізде енді жетістіктеріміз жетерлік. Сенек селолық мәдениет үйі енді облыстық, аудандық мәдени шараларға атсалысып, белсене атсалысып жүр. Әлі де ауылдың мәдениетінің дамуына үлес қосып атсалыса береміз. Ауыл аумағында пошта бөлімшесі, Қазақ телеком, учаскелік инспектор және әкімшілік жұмыс істейді. Тұрғындарға мемлекеттік қызмет көрсетуде әкіммен қосқанда мұнда 9 қызметкер бар. Мынау Сенек ауылы жылдан жылға көркейіп, дамып келе жатқан елді мекендердің бірі. Сенек ауылы да 3 көше бар. Осы үшеуі де асфальттанған, үшеуіне де бұрынғы елге халыққа еңбек сіңген осы жердегі азаматтардың аты берілген. Осы 3 көшеде жалпы ауылда 300 үй бар. Осы 300 үйде 2070 тұрғын тұрады. Сенек ауылының дамуы, Сенек ауылының ерекшелігі табиғатына байланысты
ерекшеленеді. Сенектің бір жағы құм, екінші жағы тау, өз алдына бір бөлек көрініс беріп тұратын ауыл. Сенекте қазіргі тұрмыстық жағдайға байланысты қажетті барлық жағдайлар жасалынған, электр тоғы барлық үйге тартылған, су, газ жүргізілген. Сосын мынау қазіргі заманға байланыстың түрі, билайн бар, мынау жаңағы кесел бағдары нелері бар, интернет жүйелері бар. Осылардың барлығы да іске қосылған. Оның пайдасын халық көріп отыр. Енді осы жердегі халықтың негізгі тұрмыс тіршілігі мал шаруашылығына байланысты. Қолдарына 4 түліктің түрі өсіріледі. Түйе, жылқы, сиыр, қой деген сияқты. Қой жалпы 14 мыңның үстінде қой бар. 2231 бас түйе бар, халықтағы тіркелген. 2000-нің үстінде жылқы тіркелген. Міне осының өнімін пайдаланып, етін пайдаланып, сүтін пайдаланып, оны өздерінің күнкөрістеріне жаратып, сөйтіп отырған ел. Сенек Жаңаөзен бағытына күн сайын 2 рет жолаушы көлігі жүріп тұрады. Сенек ауылының дамуына, ары қарата өсуіне әкімшілік ұжымы өзінің үлесін қоса береді. Бүтіндігі мен беріктігі, әдебі мен ибасы сақталған ауылдың шырайлы шаңырақтарының бірі Дауылбаевтар әулетіне де ат басын бұрдық. Еңбек жолын ауыл шаруашылығымен айналысудан бастап, автоклуб, ферма меңгерушісі болған. Кейін ардагерлер кеңесінің төрағасына сайланған Әлқуат ақсақалдың шаңырағы бұл. Әлі күнге дейін ауылдың өзекті мәселелеріне белсенді араласатын ақсақалға тұрғындар алыстан көріп сәлем бере келеді. Біз дейтін баяғы соғыс болатын жылдың алдында 40 жылы еңбекті бастап кеттік. Өйткені біздің әкеміз соғысқа кететін болды. Әкеміздің тапсырмасы бойынша сендер енді оқуды қойыңдар. Енді алдыңызда қатты қиындық болады. Біз соғысқа кетеміз. Күнелістің қамын ойлан, мал бақ деді, маған тапсырма берді. 5-ші класты оқып шығып отырып, тастай беріп, тағы осы жерде 40 жылы. Мен негізі 39 жылдан бері осы жердемін. 5-ші кластың да арт жағын шаралау бітіріп, саны оқуды тастап, осы жерде Петисов атындағы колхоз болған. Сол колхозда малда көп емес, бір 350-400-ге жетін кіремейтін қой болып, сол қойды Үйсінбай дейтін бір үлкен кісі бақты. Соның қасына мен екінші көмекші болып, бірден қойшы болып кіріп кеттім. Бұл 40 жыл. Отбасындағы ғана емес, ауыл өміріндегі жайттерге бей-жай қарамайтын ақсақалдың жанұясы нағыз мерейлі отбасы деуге лайық. Ауылдың нағыз жақты осындай берекелі шаңырақтар екені белгілі. Міне қадірлі көрермендер, біз дәл қазір осы Сенек ауылындағы үлгілі Дауылбаевтар отбасындамыз. Бұл отбасыда қанша балаңыз бар? Қанша немереңіз бар? 5 ер бала, 4 қыз, 9 бала бар. Мына кемпіріміздің екеумізден тұрған қазір қолымызда тірі жүрген. Оның енді бұрын жаңағалығы біреуі жастай кетті, біреуі 25 жасында мерт болды, өзенде жұмыс жасап жүріп. Енді осы 9 баладан ұлы бар, қызы бар, қазір 45 немереміз бар. Немере. 45 немере. 45 немере. 66 немелтайымыз бар. Сол енді... Оның аттарынан жаңылыспайсыз ба кейде? Жаңылысқаны тұрды, ұмытып қалам екен. Қайсымыздың неше баласын бар екен. Кейде сол отырып есептеп қоям өзім. Ешқандай жамандық көргенім жоқ мен. Келіндерімнің бәрі жақсы. Бәрі сыйлайды. Әлі бетіме қараған жоқ. Қолымда мына 40-ге келгенде туған балам бар, кенже балам бар, Сүлеймен деген. Соның қолында отырым мен қазір.
не айтқанының бәрін жасайды келінім. Енді жалпы қазіргі қоғамдағы сіздің үйдің бе жалпы келіндерге, қыздарға не айтасыз? Не айтайын? Ана ретінде. Тәрбиелі бол, қонақ келсе сыйла, ата-анаңды сыйла, мына жолдастарыңды сыйла, елге жаман болма деймін. Иә, берекелі шаңырақтан дәм татудың өзі бір ғанибет. Осылайша Сенектегі алғашқы күніміз зыр етіп кеш ауды. Ауылдың таң атысымен аздан соң таныстыратын боламыз. Самал жел, самырқау табиғат, жүр дүние ұйқысынан оянуда. Сенектің сергек таңын шарылдаған шегіртке, өріске өңірей өрген малдың, күні-түні аула күзетіп әлсін-әлсін үрген иттің даусымен үндестік тауып, түнгі тыныштықты қарбалас тірлікке ұластырды. Міне қымбатты көрермендер, ауылдың ақ таңның тірлігі дәл осылай басталады. Бұл Сенек ауылында қазір таңғы сағат 6. Бұл сәтте ауыл тұрғындары таңертең ерте түйе сауып, сүтті алғандан соң малды өріске жібереді. Біз енді мынау енді күнне жаңағы бұрынғы салтымыздан келе жатқан дәстүр осы ауылда таңертең түйе сау, мал сау деген. Біз енді күнде осы 6-6:30-нан кете, 6-тан кете түйе сауамыз. Сол 6-тан кете сауамыз да 8:30-да қайтадан бір салып жібереміз өріске. Күндегісін сауғанда мысалы 10 түйеден 20-25 литрдей сүт шығады. Енді осы Сенек ауылы осы жақсы, көпшілігі осындай мал шаруашылығымен айналысады. Қазір енді осы ауылымыз жылдан жылға дамып, көркейіп келе жатыр. Ауыл ажары құммен көркем болғанмен, ол құмның қаупі зор болатын. Қатты жел тұрса, құм ауылға қарай көшіп, кейбір жылдары Сенек құм астында қалуы мүмкін деген ел арасында қорқыныш пайда болды. Осы орайда облыс әкімі Жасыл ел Маңғыстау мемлекеттік мекемесін құрып, ауылға 2004-2013 жылдар аралығында 740 гектар жерге сексеуіл және жүзген ағаштарын отырғызып, нәтижесінде ауылды құмның басуынан құтқарды. Құмды тоқтату жұмысы Сенек ауылында 1988-89 жылдар басталды. Оның себебі мына бұрында бұл жерде сексеуіл, қалың сексеуіл болған, енді ол уақытта газ жоқ, отынға жақты. Оның бір жағында енді адам пендеміз ғой, мына түйе су кең орын ашылғаннан кейін су шайлағаннан болды деген әңгімелер туды. Сол уақытта мына су өндіру және су тасымалдау басқармасының басшысы Қалиев Жеңіс дегенмен осы жерде Ерәлиев атындағы кеңшар болды, Сенекте орналасқан. Оның директоры Жүнібеков Аманқос деген адаматтар келісімдер жасап, анау енді біреу су алып жатыр, біреу жердің қожасы есеп болып, ол уақытта бұл сексеуілмен айналысатын, құмға сексеуіл егіп жатқан жаңғыз ғана Союз бойынша Ашхабадта шөл институты деген институт болды. Сол институттан мамандар келіп, осы жерде жұмыс жасады. Олар да сексеуіл екті, жақсы. Мен сол уақытта осы Ерәлиев атындағы кеңшарда прораб болдым. Ол уақытта енді солаған ауылдық жерден куратор керек болды. Енді оларға техника керек, не керек? Сол уақытта мен куратор болып, сол 1988-89 жылдан бастап осы құм айналысу тоқтату жұмыстарының ішінде бірге болдым. Ол енді олар екті, кетті. Кетіп қалды. Кетіп қалғаннан кейін оны ұстап қалатын мекеме жоқ. Оны қарайтын адам жоқ. Сосын оны мал жет қоршау болған жоқ бұл уақытта. Ол жайына қалды. Сосын бұл 2003 жылы проект жасалып, география институты өзіміздің Алматыдағы 2004 жылдан бастап осы жерде тағым жұмыс жүрді, мына сексеуіл, ол бірақ қоршалып егілді, бұрынғыдан айырмашылығы. Осы мен өзім келгеннен бері мысалы 31 мың, мысалы бір участке 31 мың жүзген, 31 мың сексеуіл егеміз. Биылдан бастап тағы да Жасыл ел Маңғыстау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Сенек ауыл аймағында 500 гектар жерді қоршап, 2021 жылға дейін сексеуіл, жүзген егуді қолға алды.
Сенек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі негізінен қаракөл қойын өсірумен, сонымен қатар ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеп баптаумен айналысады. Қой терілерін және қаракөл ел терісінен түрлі бұйымдар жасау арқылы ел қажеттілігін өтеп отыр. Сенек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі негізінен мал шаруашылығымен айналысады. Соның ішінде мына қаракөл қойын өсірумен және алай тұқымды жылқы малдарын өсірумен көптен бері айналысып келеді. Сонымен қатар мына ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеп баптаумен де айналысып отырмыз. Біз қой терілерін және қаракөл ел терілерін елеп, баптап, содан киім тігумен соны дайындап, тігіп, өткізіп отырамыз. Қазір енді шаруашылықта 10 мыңнан астам қой бар, 200-дей жылқы малдары бар. Сосын мына тері илеу цехымыз дейді. Енді негізгі біздің екінші неміз осы мына табыс көзіміз осы тері илеп баптаумен айналысып, осыны тері илеу цехы осы 90 жылдардың ортасынан бері шаруашылықта серіктестік жұмыс жасап келеді. Шаруашылықта 160 адам жұмыс істейді. Еленген теріні сатып қана қоймай, одан түрлі жылы киімдер тігіп халыққа ұсынады. Біз қазір Сенек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын тері өңдеу цехіндеміз. Бұл жерде жылына 25 мың қой терісі, 5 мың қаракөл терісі мынадай дайындайды екен. Дайын болған тері мына бөлмеде тігін цехы деп аталатын тігін цехінде терілерді дәл осылай тігеді екен. Тіршілігі тынымсыз, тарихы тамырланған Сенектің бұрыны мен бүгіні осы. Мәңгілік елмен мақсат мұраттарға жетуге ауыл тұрғындары өз үлесін қоса бермек. Анда-санда ауылға бара қалсаң, біздікіне қонайық, жүрдескендер, қайда екенсің, қайдасың, құмды өскендер. Міне, қадірлі көрермен, Алтын Қазықтың бүгінгі Сенек ауылына арналған хабары осымен аяқталды. Келесі эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.